бөкей ордасы қазақтарының 1836-1838 жылдар аралығындағы көтерілісі. Көтерілістің шығу себептері: 1836-1838 жылдары бөкей хандығында кіші жүздің батыс бөлігінде аса ірі ұлт-азаттық көтерілістің бірі өтті. Ол көтерілістің басты себебі отаршылдық қысымнан туындаған жердің жетіспеушілігі еді. Мәселен, ішкі ордадағы 20 мыңға жуық отбасы жер тапшылығынан зардап шекті. Ең жақын, шұрайлы жерлердің бәрінде ірі помещиктер мен байлар өзара бөлісіп алып қойған болатын. Қатардағы қарапайым қазақтар жерді солардан жалға алып пайдаланды. Қазақ ақсүйектері орыс помещиктерінен жалға алған жерлерді өздерінің жеке қалауы бойынша қазақ ауылдарына көтеріңкі бағада, яғни көтеріңкі қымбат бағаға тағы да қайыра жалға беріп отырды. Сөйтіп, қазақтардан әртүрлі айыппұлдар мен алым-салықты еселеп алып тұрды. Ресей помещиктері Юсупов пен Безбородконың Каспий теңізі жағасында көлемі орасан зор жер телімдері болды. Жайық әскери кеңесі үлкен және кіші өзен бойындағы және Қамыс, Самара көлдерінің төңірегіндегі жерлерді өз пайдасына басып алған еді. Ал жайық бойындағы жерлерді жайық казак әскерлері иемденді. Қазақтардың өзеннен өтіп жағалаудағы жайылымдарды пайдалануына қатаң тыйым салынды. Ішкі орда қазақтары қарсы жағалауға өте алмады. Жәңгір хан тарапынан салынатын алым-салық түрлері де еңсені езіп жіберді. Ол жеке басының пайдасына жинап алатын бірыңғай салық түрін енгізді. Патша үкіметі ханның өзі жасап алған алым-салықтың қаржы жүйесіне араласпады. Көтерілістің барысы: 1836 жылы халық көтерілісі басталды. Оның қозғаушы күші қатардағы бақташы қазақтар болды. Көтеріліс туының астына бірқатар старшындар да жиналды. Сұлтандар тобы мұның ақыры не болар екен деп Әліптің артын бағып бейтарап қалды, немесе көтерілісшілерге қарсы шықты. Халық көтерілісін елге белгілі батырлар Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы басқарды. Исатай Тайманұлы 1791 жылы дүниеге келген. 1808 жылы жайықтың сол жағалауында қатты ашаршылық болған кезде оның руы қолайлы жағдай іздеп ішкі ордаға өтіп кетуге мәжбүр болған еді. Исатай 21 жасында өз руына старшын болып тағайындалды. Ол өз қандастарының арасында орасан зор бедел мен сый-құрметке бөленді. Исатай Тайманұлының ең жақын серігі ақын Махамбет Өтемісұлы болды. Ол араб, татар және орыс тілдерін жақсы білетін. Біраз уақыт Орынбор қаласында тұрған Махамбет Өтемісұлы белгілі орыс жазушысы әрі этнограф Дальмен жақсы таныс болды. Даль Орынбор генерал-губернаторының жанындағы ерекше тапсырмалар жөніндегі шенеунік қызметін атқаратын. Махамбет саяхатшы, ғалым Карелинмен де тығыз қарым-қатынас жасап тұрған. Карелин әр кездері ішкі ордада және Орынборда қызмет істеген болатын. 1836 жылғы ақпанда көтерілісшілер Жәңгір ханға қарсы ашықтан ашық шабуылға шықты. Мұның басты себебі Исатай Тайманұлының хан ордасына қыр көрсетуі болды. Ол ханның шақыруына барудан үзілді-кесілді бас тартты. Оның үстіне өзіне қарасты ауылдарды қыстаудан көшіріп алып, көтерілісшілердің үлкен жасағын топтастырды. 1836 жылы 1837 жылдары шағым және өтініш беру арқылы Исатай Тайманұлы Жәңгір хан және оның төңірегіндегі жандайшаптарды қалың көпшіліктің көз алдында әшкерелемек болды. Шағым, өтініш жолдау жаппай наразылыққа ұласты. Бұған 1836 жылы өте көп адам қатысты. Исатай батыр халық
халық қалың жиналған толыбай шатқалында өз өтінішін табыстады. Яғни халық қаһарманнан сескенген Жәңгір хан оның айтқан талаптарын түгел тыңдап шығып, қордаланып қалған мәселелерді шешуге уәде берді. 1836 жылдың күзінде Исатай Тайманұлы әртүрлі рулардың ауылдарын аралап жүріп, жайық, казак әскерлерінің иемденіп отырған жерін өз беттерінше тартып алуға шақырды. Көтеріліс көсемінің халық арасындағы беделі мен абыройы күн санап арта берді. Көтерілісшілер хан жасағына есеңгірете тойтарыс берді. Ханның төңірегіндегі жандайшаптардың бірі би Балқы Құдайбергенұлы көтерілісті бастаған қазақтарға шабуыл жасады. Исатай шабуыл жасағандарды жазалау үшін құрамында 270 сарбазы бар қарулы жасақты жұмсады. Олар әлгі бидің ауылын шауып толық күйзелтіп кетті. Енді көтеріліс аумағының шекарасы кеңейе түсті. Көтерілісшілердің қатары да ұдайы арта берді. Көтеріліс ауқымынан қауіптенген Орынбор шекара комиссиясы Исатай Тайманұлының ұстап алып, ісін сотта қарауға тапсырма берді. Бұған қарсы генерал-губернатор Перовскийге көтерілісшілердің басшысы шағым жасады. Исатай батыр оған жолданған өтініш шағымда былай деп жазды: «Біздің өтініштеріміз бен шағымдарымызға ешкімде құлақ аспайды. Біздің мал-мүлкімізді талан-таражға салып тонап кетеді. Сөйтіп біз император тақсырдың қол астына адал ниетпен берілгендігіміз жөнінде ант қабылдаған бола тұрсақ та, күн сайын қорқынышты үрей кешеміз». 1837 жылдың жазы мен күзінде көтерілісшілер ірі байлардың ауылдарына шабуылды күшейтті. Сол жылы күзде құрамында 200 сарбазы бар жасақ Қарауыл қожа Бабажанұлының ауылын шауып, күл-талқан етіп кетті. 50 адам, соның ішінде 2 сұлтан тұтқынға алынды. Көтерілісшілердің елеулі күші бірте-бірте хан ордасына жақындап келе жатты. Көтерілісшілер Жәңгір ханды жақтаушылардың мал-мүлкі мен шұрайлы жайылымдарын басып алумен болды. Көтерілісшілер Астрахан губерниясы Чернояр уезінің аумағын да басып өтті. Олар қалмақтар және татарлардың ауылдарына шабуыл жасап, талқандап кетті. Көтерілісшілердің хан ордасын қамауға алуы. Исатай Тайманұлы бастаған көтерілісшілер 1837 жылы қазан айының аяқ кезінде хан ордасына 10 шақырымдай жақын келді. Жәңгір хан да оның төңірегіндегілер де қоршауда қалды. Көтерілісшілердің жалпы саны 2000 адамнан астам еді. Көтерілісшілер Жәңгір ханнан Балқы және Қарауыл қожа билерді өз төңірегінен қуып жіберді. Билікті ру старшындарының қолына беруді талап етті. Ол көтерілісшілермен келіссөз жүргізуге көшті. Ханның қолына жаңа талап петиция табыс етілді. Онда егер ханға қойылып отырған талаптар орындалмайтын болса, көтерілісшілердің бүкіл ауыл аймағы мен ішкі орданы тастап көтеріле көшіп кететінін ескертілді. Оған халық арасында ықпалды 300 рубасы мен старшын және батырлар қол қойды. Патша үкіметінің әкімшілігі де қатты алаңдады. Көтерілісшілер жайықтан бұзып жарып сыртқы бетке көшетіндей күн туа қалса, оған қарсы алдын ала шұғыл шаралар қабылдауға кірісті. Шекара бекінісі күшейтіле бастады. Исатай Тайманұлы ханмен екі арадағы шиеленісті жағдайды бейбіт келіссөздер арқылы шешуге болатынына патша әкімшілігін сендіруге тырысты. Батыр уақыттан ұтуды ойластырды. Қыс түсіп, жайықтың мұзы қатқан бойда оның сол жақ бетіне көшіп кетпек болды. Ал бұл екі арада
Орынбор әкімшілігі мен Жәңгір хан казактардың әскери күштерін шұғыл түрде топтастырып үлгерді. Жазалау шараларын жүзеге асыратын Жәңгір хан жасақтары да әзір болды. Сөйтіп, қысқа мерзімнің ішінде көтерілісшілерге қарсы 10 мыңнан астам адам шоғырландырылды. Тастөбе түбіндегі шайқас, шиеленістің қан майданда шешілетін уақыты таяп келді. 1837 жылдың 15 қарашасында Тастөбе деген жерде көтерілісшілер мен жазалаушы отрядтар арасында кескілескен қанды шайқас болды. Көк сүңгіні шебер пайдалана білудің, жарамды жақсы аттарды таңдап мінудің, шайқас өткен жер жағдайымен 5 саусақтай жақсы таныс болуының нәтижесінде көтерілісшілер ұрыстың алғашқы жартысында басымдық танытып, едәуір жеңіске жетті. Алайда көтерілісшілерді жазалаушылар зеңбірекпен толассыз атқылай бастады. Көтерілісшілер бұған шыдай алмай, кейін шегінуге мәжбүр болды. Олардың соңынан бірнеше шақырымға дейін қуғын жасалды. Ондаған адам қаза тапты. Қуғын кезінде көтерілісшілердің біраз малы жау қолында қалды. Тастөбе түбіндегі жеңілістен кейін көтерілісшілер шағын топтарға бөлініп, ішкі орда аумағына тарап кетті. Көтерілісшілердің күші әлсіреп, рухы төмен түсті. Жазалаушы әскер барлық күшті көтерілістің басшысын қолға түсіруге жұмсап бақты. Исатайдың басына 500 сом күміс ақша, оны қолға түсіргенге 1000 сом тігілді. 1837 жылдың желтоқсанында көтерілісшілер Жайық өзенін кесіп өтті. Сарайшық бекінісінен Сұлтан Баймағамбет Айшуақұлы 80 казак және өзінің адамдарымен көтерілісшілердің соңына түсті. Қуғын кезінде бірнеше көтерілісші тұтқынға алынды. Сұлтан Баймағамбет Айшуақұлы қанша әрекет жасаса да көтеріліс басшысын қолына түсіре алмады. Көтеріліс кіші жүздің негізгі аумағын түгелдей дерлік қамтыды. Көтерілісшілердің күшін біріктіру әрекеті көктем шығысы мен қазақтардың қозғалысы жер-жерде қайтадан күшейе түсті. Мәселен, Елек өзенінің бойында Жоламан Тіленшіұлының жасағы өз іс-қимылын жасады. Арал, Каспий аралығында Жүсіп Батырдың жасақтары пайда болды. Ал орталық Қазақстан далаларында бүлікшіл сұлтан атағын Кенесары Қасымұлы бастаған аса қуатты көтеріліс кеңінен құлаш жайды. Міне, мұндай жағдайда Исатай Тайманұлы Хиуа хандығынан бөлініп шыққан сұлтан Қайыпқали Есімұлымен күш біріктіруге шешім шығарды. Сұлтан өзін хан деп жариялады. Оның жасағында 3000-ға жуық сарбаз бар еді. Бұл екі жасақ бір-бірімен Ойыл өзенінің сағасындағы шекті руының ауылдарында қосылды. Патша үкіметі үшін өте күрделі, қауіпті жағдай қалыптасты. Оның үстіне бүкіл кіші жүздің көтеріліске шыққан күштерін біріктіруі ниеті де байқалды. Сондықтан Орынбор өлкесінің генерал-губернаторы қазақтардың қозғалысын басып жаншу үшін ірі әскер құрамын аттандырды. 1838 жылы Қиыл және Ақбұлақ өзендерінің бойында көтерілісшілер мен жазалаушылар арасында шешуші шайқас өтті. Осы шайқаста көтерілістің басшысы Исатай Тайманұлы қаза тапты. Көтерілісшілердің қалған тобы кейін шегініп, дала қойнауына сіңіп кетті. Жазалаушы әскер олардың соңынан қуғын ұйымдастырды. Шайқаста көтерілісшілерден 800-ге жуық адам қаза тапты. Көтерілістің жеңіліске ұшырауының себептері мен салдары. Исатай Тайманұлының қазасынан кейін көтеріліс бәсең тарта бастады. Жекелеген жасақтар төменгі Жайық шекара шебіне таяу жерленді. Ойыл өзенінің бойында ғана іс-қимыл көрсетіп жүрді. Махамбет Өтемісұлы біраз уақыт бойы тасалап
жасырынып жүруге мәжбүр болды. Көтеріліс басып жаншылғаннан кейін оған қатысқандарды қуғындау басталды. Көптеген адамдарға өлімші етіп дүре соқтырды. Көтерілісшілердің бір қатар каторгаға айналды. Мал-мүлкі тәркіленді. Көтеріліске неғұрлым белсене қатысқандар Сібірге біржолата жер аударылды. Көтерілістің жеңіліске ұшырауының негізгі себептері ең алдымен қозғалыс алдын ала мұқият ұйымдастырылмады. Оның айқын бағдарламасы болмады. Көтеріліс жергілікті шашыраңқы сипат алды. Көтерілістің басшылары Кенесары Қасымұлы мен Жоламан Тіленшіұлы бастаған жасақтармен байланыс жасай алмады. Патша үкіметінің әскерлері мылтық, зеңбіректермен жарақтандырылған еді. Кейде зеңбіректен үсті-үстіне бірнеше оқ атудың өзі көтерілісшілерді кейін шегінуге мәжбүр етті. Қазақтардың қолында ондай қару болған жоқ. Көтерілістің жеңіліп қалуының басты себептерінің бірі бұл жолы да Сырым Датұлының жасақтары сияқты екі бағытта әрі патша үкіметіне, әрі хан билігіне қарсы күрес жүргізілді. Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы басқарған көтерілістің зор тарихи маңызы болды. Бұл патша үкіметі құрған жаңа әкімшілік аумақтағы қазақтардың отаршылдыққа қарсы ірі бас көтерілісі еді. Оның ұлт-азаттық сипаты басым болды. Көтеріліс аяусыздықпен басылғаннан кейін де жалғаса берді. Жәңгір хан көтерілісшілердің кейбір талаптарын орындауға мәжбүр болды. Атап айтқанда, халықтан жиналатын алым-салық төлемін едәуір жеңілдетті. Патша үкіметіне наразылық білдірген старшындардың пікірімен санасу керектігін түсінді. Көтеріліс басшыларының ұрпақтары өз батырларының ерліктерін мәңгі есте қалдыру мақсатында олардың есімдерінің бірқатар қала, көшелерге қойды. 2003 жылы Махамбет Өтемісұлының туғанына 200 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. Көтерілістің жеңіліске ұшырау себептері: көтеріліс алдын ала мұқият ұйымдастырылмаған, айқын бағдарламасы болмады. Көтеріліс шашыраңқы сипат алды. Көтерілісшілер нашар қаруланды, саны аз болды, екі бағытта күрес жүргізді. Осымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Әдеттегідей тақырып видеоның соңында көзес тесті болады. Сол тесті тапсырып, осы тақырыптан қаншалықты үйренгеніңіз, қаншалықты білгеніңізді біле аласыз. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийға өз ой-пікіріңізді жаза кетіңіздер.